Сәлем достар, бүгін кезекті кітабымызды талдаймыз. Бүгінгі талдайтын кітабымыз бұл Айд әл-Қарнидің Мұайма, яғни бақыттың бұлағы және қайғы мұңның дауасы деген кітабынан талдау жасайтын боламын. Бұл кітап маған өте қатты ұнады. Өзім депрессия сияқты состояниеде күйде жүрген кезде осы кітапты алып оқығанмын. Мұңайып отқан кезде шынымен де көмегін тиеді. Жалпы кітапта көріп тұрғандарыңыздай беті ақ емес, қара. Бұл маған ұнайды. Жалпы көзді шаршатпайды, ауыртпайды дейді ғой. Жалпы осы оқуға арналған қағаздың түрі. Әріптер осындай үлкендікте. Жалпы барлық бет саны 278 бет саны екен. Соңғы мазмұнын қосқан кезде ішінде неше түрлі қызық тақырыптар бар. Адам мұңайып отқан кезде барлығын оқып бастасаңыз, жалпы көмегін тиеді. Асықпа, мұңайма, ұнамсыз сөзге мұңайма, басқаға көз салма, сабырлылық, шынайы сүю, үмітіңді үзбе, ел ішімен жалғыздық па, әйел заты, күлімдеуден баста, мұңайма, бәрі орнына келеді деген сияқты түрлі тақырыптарды қозғаған. Және әрбір тақырып шағын ғана, бір бет, екі бет көлемінде жазылған. Кейбір тақырыптар бар, енді ұзақ бет жазылған, бірақ көбінесе қысқа жазылған және түсінікті жазылған. Және тағы бір бұның плюсы, бұл кітаптың ішінде Құранның сүрелерімен келтіріліп жазылған. Көбінесе солай қара қаріппен жазылғандар, міне Құранның сөздері ішіндегі солай келтіріліп жазылған. Өте керемет кітап, барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Әр адамның үйінде, қолында болу керек кітаптардың бірі деп есептеймін. Мұңайып отқан, депрессияда жүрген болсаңыз, осы кітапты алып оқыңыз деп сізге кеңес беремін. Егер 10 деген балл болатын болса, 10-ның 10-ын берер едім осы кітапқа мен деген. Өте жақсы кітап. Және сіздерге бір қосымша айтатын жаңалығым, өздеріңіз көргенде боларсыздар. Мен осыған 3-4 ай бұрын 3-4 видео түсірген едім. Бұл видеолар осы кітаптан үзінділер оқылған еді. Өзім дауысымды жазып, осы кітаптан үзіндіні оқып шыққан едім. Әрбір тақырыпшаларды енді соны қайттан қолға алмақпын бұйырса. Яғни осының ішіндегі тақырыпшаларды оқып, аптасына 2-3 рет мүмкін бұйырса өзім оқып, осыларды салып отыратын боламын. Егер керек болса, қарап жүріңіздер, менің каналыма жазылып қойыңыздар, тыңдаңыздар, пайдасы тиеді деген үміттемін. Бұны себебі ойды маған Алла салған еді ойыма. Осы кітапты алған кезде маған сонда идея келген еді, бірақ көпке дейін ұзарып кетті арасы, жасалмай қалды. Енді қайттан осыны қолға алып жатырмын. Қолдайсыздар деген үміттемін. Және барлықтарыңызға осы кітапты оқуға кеңес беремін. Өте жақсы кітап, жеңіл жазылған. Және болашақта әлі талай кітаптарға разбор жасаймыз деген үміттемін. Қазір мен 4 кітап оқып жатырмын. Ауылда 1 кітап. Кітабым бар, ал қалада 3 кітапты оқып жатырмын. Бұйырса оларға да разбор жасаймын, Құдай қаласа. Барлықтарыңызға зейіндеріңіз ашылсын деп тілеймін. Кітап оқыңыздар, үзбеңіздер, тоқтамаңыздар. Және өмірімізді жаққа осылай өзгертейік, жақсы әрекеттерді, әдеттерді бойымызда қалыптастырып, уақытымызды босқа өткізбей, неғұрлым пайда өткізуге тырысайық деп сіздерге кеңес беремін. Жақсы, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Қош сау болыңыздар.